Қайырлы күн, қыз-келіншектер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді тамақ перец пен голубцы жасайтын боламыз. Ең алдымен біз сорпасын дайындап алатын боламыз. Осылай қызып тұрған майға пиязымызды, ірі етіп туралған сәбіз бен картошкамызды жеңіл ғана қуырып алатын боламыз. Сосын томатный пастамызды салып, су құйып қайнатуға жібереміз. Сорпамыз қайнап дайын болады дегенше, біз голубцыйдың ішіне салатын салмасын дайындап аламыз. Күрішімізге фарш, пияз, азырақ қызанақ, зелень салып, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштерді салып, жаңағы сорпамыздан 2-3 ложа құйып жіберіп, араластырып алатын боламыз. Сорпаның құюдағы мақсатымыз салмамыз сочный болып шығады және де өте дәмді болады. Сосын дайын салмамызды бұрыштарымыздың ішіне салып шығатын боламыз. Қатты толтырып салып қажет емес, бұрыштарымыз жарылып кетпейтіндей дәрежеде салып шығуымыз керек. Сосын қайнап тұрған сорпамызға дайын голубцыларымызды салып, осы тамағымыз, голубцыйымыз, яғни суға батқанша бетіне суын құйып, керекті тұз, бұрыш және де өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша приправаларымызды салып, бетін жауып қайнатуға жіберетін боламыз. 40 минут қайнатып алсаңыздар жеткілікті. Мінекей, менде уже тамағымыз дайын, өте дәмді, дәмі тілі үйретіндей тамақ, үйіңіздегілерге ұнайды деген сенімдемін. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.